қызығушылық, не күтіп тұр екен, не істейміз, қалай жасаймыз деген сияқты. Депозит беру керек болды. $500 жібердік біз еще ана жақта жүріп. Бірақ альхамдулилля ол мошенник болған жоқ. Амал жоқ, соған $2000-ға садикке беріп жүрдік ай сайын. Жалпы мысалы сентябрьде тапсырғаннан и жұмыс мартта басталды, получается. Тапсырып біз келдік, ойбай болды, жұмысқа тұрамыз, іздейміз деп қазақстан. Сосын ар жақтан уже тапсырып болғаннан кейін CVS хабарласады ғой. Бүкіл чемодан зат шаштық та, соны матрас қылып төсеп жаттық сояққа ше. Мысалы бесік болмады, бірақ әйтеуір нормально өсіп шықты. Хай достар, бұл Талап подкаст және оның жүргізушісі Айгерім Еспекқызы. Және бүгінгі біздің спикерлеріміз Әлішер мырза және Асия. Әлішер мырза профориентолог, ағылшын тілі эксперті, Талап English оқу орталығының негізін қалаушы. Асия бізде CVS-та жұмыс жасаған жалғыз қазақ, ништағы менің сыныптасым. Бүгінгі подкастта біз өткен подкастта жазған кезде көптеген сұрақтар, яғни ағылшын тілін үйрендік, одан кейін шетелдік компанияға сонда қалай тұрса болады, америкалық өмірлер қалай өтті деген сияқты сұрақтар келді. Соған орай біз оның ішкі кухнясын көрсететін подкаст түсіргіміз келді. Қазір сол туралы бөліссек. Америкаға бару қалай басталды? Сол бойынша өз тәжірибелеріңізді айтсаңыздар. Барлығына сәлем, қайырлы күн, түн, кеш, таң. Енді алдыңғы подкастта айттық қой, біз жаңағы танысқан кезімізде айтқан жоқпыз, қалай осы мақсатты бірге Америка деп таңдадық деген сияқты. Давайте соны айтайық. Біз бакалаврда оқып жүрген кезде екеуміз Алматыда, сол жерде Американың консульствосы финансированный грант бөлінді 30 адамға. Оны біз жаңағы әркім біреу интернеттен көрді, біреу Education Fair болатын, оны жыл сайын ұйымдастыратын. Мен сол жақтан көрдім. Тегін орын Америкаға оқуға түсуге дайындайтын деген Study with us деген программа болды. Сол при консульстве ұйымдастырылған. Сол гранттың иегері атандық, 30 адам болды. Сол нең ішінде менің әйелім болды, Асия. Ол 10 айлық курс болды. Сол жерде біз таныстық, бірге жаңағы IELTS-қа дайындалдық, университетте таңдадық, мотивацион письмо жаздық, бірге жаңағы GRE, SAT емес, GRE-ға дайындалдық, өйткені магистратураға бағытталған болды. Солай біз Америкаға деген жолымыз басталып кетті. Оған дейін бізде іштей мақсат болды, болашақ бағдарламасына тапсыру, соған қалай да болса магистратураға түсу деген. Ал енді мынау бізге полный Құдай бере салған бақ болды ғой, сол жолға жету үшін тездететін программа болды. Американың консульствосын өзі үйрететін болды да бізге. Әртүрлі неше түрлі эксперттер шақырды, GRE-дің ең мықты мұғалімдері болды, IELTS-қа дайындайтын мұғалімдер болды. Есімде Жазира Қарабалаева деген ханым есімде, бізде күшті уровенімізді екі есе шарықтатты десек болады. Рахмет айтамыз ол кезде көріп отырсаңыз. Одан кейін сол 10 айлық курс бітті. Біткеннен кейін соңында бізде сұрақ қойды. Сіздерде грант жеңген, тапсырғандар бар ма деді. Біз Асия екеуміз ғана қол көтердік. Болашақты жеңдік деп. Бірақ ол кезге дейін білмейтін біз біріміздің болашақ жеңгенімізді ше. Болашаққа тапсырып қойдық қой біз. Сөйтіп одан кейін уже кішкене сөйлесіп бастадық, одан кейін жеке қандай университетке тапсырдық. Орта болашақ жарынды критериймен, күшті критериймен тауып алуға тоже әсер етеді деген. Ол күшті айттыңыз. Сіз егер болашақ жарыңызды қайдан іздеріңіз таппай жүрсеңіздер, бойдақтарға арналады. Өзіңіздің мақсатыңыз қандай, сол ортаға бағытталған, ортаға кірісіңіз. Мысалы, сіз шетелге бағытталып жүрсеңіз, шетелге баратын орта табыңыз. Немесе сіздің мақсатыңыз басқа бір Қазақстанда күшті компанияға тұру болатын болса, сол компанияға бағытталып жұмыс жасап жатқан ортаға тап болыңыз. Асия, сендегі арман Америкаға қай кезде пайда болды сонда? Негізі Америка туралы бір ең алғаш ести бастағанымыз ништа шығар, наверное, ништа бастадық. Сол жақта біздің физикадан беретін мұғалім болды, Табылтаева Советская Саркеповна. Ол кісі жаңа мен балам біреусі Түркияда оқиды, біреусі Кореяда оқиды деп сөйтіп айтатын, жаңа КТЛ бітірген деп. Соларды естіп, Кореяға тапсырып көрсек күшті ғой деп ойлайтынбыз. КБТУ-да оқып жүрген кезде
менің нем жаңағы дипломный руководителім болды ол кісі. Кейін еще ол кісіге research assistant болып жұмыс істедім. Сол Дайырбек Нұрлан Сәмханович дейтін профессор болды. Сол профессор бізде Чикагода істеп келген, жаңағы Россияда өзі сондай біраз жұмыс істеп келген, Германияда істеген сондай мықты профессор болды. И сол адамдардың қасында жүріп прям үлкен мақсаттар пайда бола бастады. И КБТУ-дың көп түлегі сол тоже нишқа Гуглға тапсырып жататынын естіп, неге тапсырмасқа деп ойлайтынбыз. И мен еще тағы да бір неде КБТУ-дың соңында, соңғы семестрдің предпоследнийінде неге бардым, Румынияға академия мобильностьпен бір семестр оқып келдім. И ол жақта тоже көп мықты мұғалімдер болды, профессорлар болды. И PhD оқып жатқан біздің қазақтың студенттерін көріп, мысалы магистратура оқып жатқандарын көріп, бізде соны тапсырып көру керек екен деген ой пайда болды. Сөйтіп Румынияда жатып алып, андай ол жақта бір жақсысы андай 2 адамдық бөлмеде болдық та. И мен қасымдағы жаңа бөлмеде жататын қыз, ол көбіне жұмыста болады, сабақта болады, өзім жалғызбын. И таңертең кешке дейін IELTS-қа дайындаламын ғой, вот маған универден кейін магистратураға тапсыру керек деп. И көп жерге тапсырып көремін, мысалы неге Хангарийға үлгермей қалдым, одан кейін датқа тапсырып, оған болмады. ESN Foundation мен әртүрлі универге тапсырып көрдім. Европа сон бәрі болмады да. И соңында Америка мүмкін болды ғой. Былай қарап тұрсам. Мен помню, осылай тапсырайын деп жатырық, не деп айтып, мысалы бізден класстан да көп адамдар тоже оқып келді магистратураны. Солай айтқан кезде мен андай болып қалды да, күшті андай тоже қалап тұрасың, но андай мысалы мен ол кейінге қалдырдым ғой. Мен әлі нем жеткіліксіз, білімім жеткіліксіз ғой. Мен қазірге дейін солай ойлаймын да, негізі. Бір андай ол жаққа бір байдың балалары бару керек деген сияқты. Избранныйлар бару керек. Иә, избранныйлар. Сен либо ол жаққа бару үшін бай болу керексің, немесе сенің бір вундеркинд дейді ғой, типа бір башка адам болу. мықты оққан, ағылшында бәрі күшті болу керек деген сияқты. Оған, значит, дайындалсан, возможно деген. Иә, мен мысалы қарапайым ауылдан шықтым, қарапайым мектепті бітірдім, и бакалаврымды оқыдым, просто жүйелі түрде дайындалдым. Мақсат қойған кезде соған жай әр шақты соған қарай жақындатып жүріп сол мақсатқа жеттік. Енді уже басқа мақсат, оған қарай тағы да жылжимыз. Солай мақсатты жеткен кейін келесі мақсатқа жылжып отыру керек, тастап қоймау керек. Өйткені бетқа кіріп кету өте оңай. Қазір таңда бетқа кіріп кетсең шығу керек. Сонда ауылдан шықсақ та әртүрлі возможностьтар бар, гранттар бар. Өте көп. Шынымен мысалы дат деген грантты қалай таптыңыз? Мысалы мен болашақты білем, бірақ енді оған ойлайтын мен, сен бір кәсіптегі деңгейін, мысалы сіздер бітіре салып барып отырсыздар да. Мысалы менің ойымша ол көп адамды білемін да, карьерасын құрып алған, содан кейін болашақпен барып жатқан адамдар. Значит, ол ондай ғана емес қой, әртүрлі кейс. Бойдақтар да барады, отбасы 3-4 баласымен барады ше. Сіздерде барған орталар қандай болды? Әртүрлі болды. Біз барған кезде біз сияқты жас жұбайлар да болды, немесе жалғыз өсіп келгендер болды, ұлда немесе қызда. Кейбіреулер болды 4-5 бала шағасымен сол жақта жүріп, өмір сүріп, тұрып, әлі де тұрып жатқандар бар, қайтып кеткендер де бар. Әртүрлі кейс. Сол жақта болашақ немесе шетелде оқу тек бойдақтарға немесе тек отбасыларға арналған деген жоқ. Әркім өзінің мақсатын қойып жетіп жатыр. Главное қоймау керек. Енді жаңа грант айттыңыз ғой, грант тола грант тек қана тапсырса болды. Іздену керек. Гуглдан ашса болды, список шығады ше. Жай ғана ол үшін жаңа ағылшын тілі жақсы болса болды, ары уже жете береді. Мысалы менде мектепті бітіргеннен кейін бакалаврды оқып жүрген кезде уже мен шетелге оқу керек деген, ағылшын біліп тұрсың ғой, уже шетелге оқу керек деген не болды да, бір ғана шақ болды. Енді оны қалай бастаймын деген кезде, ол кезде жанымда бакалавр оқып жүрген кезде жанымда ешкім, болашаққа түскен ешкім болған жоқ, шетелде барып келген де ешкім болмады, жаным туысқандар, класстастар бәрі ешкімге қарасам ондай жоқ. Жай ғана өзім интернеттен қарап іздене бердім. Неше түрлі агентстволарға бардым, ана білем, Education First деген компаниялар бар Алматыдағы. Ол кезде көп емес ғой, сопровождение жасайтын деген. Соларға барып, ізденіп, қай жерде тегін грант бар, қай жерде қандай гранттар бар. Ол кезде жаңа білетін самый популярный жаңа Fulbright, жаңа Chevening,
даады бар, әр мемлекеттің өзінің болашақ сияқты программалары, шетелге арналған, шетелдік студенттерге арналған. Мекс деген бар, анау мысалы Японияға стажировкаға арналған. Түркия бурслары, сосын әр университеттің ішкі гранттары бар. Вот солардың барлығын ағылшын білсеңіз болды, даже уже тапсыра бересіздер. Ары қарай уже жаңағы мотивацион письма жазу, рекомендашка, жаңағы нелер, резюме составить ету, портфолио жасау, ол уже жай жүйелі түрде жасай беретін нәрсе. Оның әрқайсысының өзінің тонкостары бар. Асия, осы жерде сенің ойыңды білгім келіп тұр. Шетелге бардыңдар, және де сол жақта орталарың болды, енді осы Қазақстаннан барған. И сен сол жердегі адамдарға қарап қалай ойлайсың, Америкаға, шетелге адамдар қандай себептермен ұмтылады? Негізі әртүрлі себептермен, иә. Біреуі мысалы білім алғысы келеді, кейбіреуі медициналық мақсаттармен баруы мүмкін, иә. Мысалы қандай да бір ауруды соны емдеп, сол жақтан бір жақсырақ емін алсам екен деген сияқты. Одан кейін тек қана жұмысқа баратындар бар, иә. Қазір мысалы H1B пока что тоқтап тұр, бірақ негізі оқу визасы арқылы жаңа STEM OPT жасау мүмкіндігі барды. Соны жасау негізі жай OPT-ді жасап көруге болады. Мысалы сондай мүмкіндіктер бар, и соны ақырындап жасай беру керек деп ойлаймын. Әртүрлі мақсатпен бар. Тағы Үшеуі есімде айтқан, мысалы осы жақта тоже күшті бизнестер бар, нелер бар, бірақ уже ар жақтағы деңгей андай, мысалы ақша бойынша мышлениясын көргісі келіп, ол жаққа барып реально өсіп келдік деген адамдарды айтқан кезде тоже шынымен бір андай бір нәрседе тоқтап қалғандай болған кезде шетелдегі оқу күшті көмектеседі екен ғой деген ой туды да менде. Үлкен бизнесмендер келіп жатады. Біз Бостонда оқып жатқан кезде Айдар Ақымбаев есімде, сол Бостонда қазақтардың құрылтайын жасап, жиналыс жасап, біз соған бардық. Сол жерде өзін Гарвардта оқып жатқан жаңа 3 айлық нелер болады, программалар болады, сонда үлкен бизнесмендерге арналған. Қарапайым студент болсын, енді бітірген, немесе үлкен бизнесмен болсын, Отбасылар болсын, шетелдің ешқандай шектеу жоқ болып оқуын, білімін алып, осы Қазақстанға пайдалану үлкен миссия ғой. Бостондағы бірінші күндерін сипаттап берсеңіздер, қандай қиындықтар болды Америкаға барғанда? қиындықтар. Қиындық дегенде қалай, бізде жас жұбай болып бардық, бір андай не болды, бір excitement болды да, қызығушылық, не күтіп тұр екен, не істейміз, қалай жасаймыз деген сияқты. Біз басында Бостонға қондық, сөйтіп квартираны алдын ала не істеп қойғанбыз, дайындап, Қазақстан жүрген кезде сөйтіп келдік. Ең алғашқы тамағымыз есімде Доминос деген пиццерия бар, сол жерден пиццасын алып жеп қуанып отқан кезіміз сол. Негізі біз ол жаққа барған кезде опасно болды кішкене. Біз Facebook арқылы бір қытай қызымен сөйлестік, и оған жаңағы депозит беру керек болды. $500 жібердік біз еще ана жақта жүріп. Ол мошенник болуы мүмкін еді негізі. Бірақ альхамдулилля ол мошенник болған жоқ. И кілті жаңағы Какой-то бір скиллстармен мошенник емес екенін, иә, оны прям біліп алып тұрсыздар ғой. ол сияқты тұра ма деп іздеп картадан қарадық. Жаңағы Бостон университетінің жақын локация ма, адресі дұрыс па деп кәдімгі зерттедік, оны ше почтасын қарап. Иә, оны Facebook'ын полностью ақтарып ше, social engineering болды кәдімгі. И сөйтіп жаңағы мастерлок дейтін бар, жаңағы кілт кодпен ашатын. И сол кодпен жаңағы кілті бар ма деп ашқан кезде ішінде кілт болды, соған қатты қуандық. И барған кезде еще бізде негізі матрас ештеңе болмады, тек қана бөлме болды. И одан қалған андай матрастың астына қоятын ағашы болды. И бізде ештеңе болмады. В общем, бізде чемодан бар, еще бүкіл чемодан затты шаштық та, соны матрас қылып төсеп жаттық сояққа ше. Бірінші күні бізде қарымыз өте аш, андай негізі самолетте берді, бірақ үйіңе жетем дегенше аэропорттан біраз уақыт кетеді ғой, иә. Қарымыз ашып кеткен, жаңа Доминосты ашып жедік та, түнде дым сезбей жаңа киімнің бәрін шашып, курткамыз бар, қыста бардық қой біз. И соның бәрін шашып, сол жаққа жатып, ұйықтап, әйтеуір, бірақ андай выживать еткісі оны қиындық деп көріп жатқан жоқ, қуанып жүрік, әйтеуір Бостонға жеттік, Бостон күшті болды деген сияқты сондай сезімдер болған, қызық болған, негізі бірінші күн өте қызық. Негізі уже сол жақта болып келген, немесе сол жақтағы тұрып жатқан қазақтармен алдын ала сөйлесіп, сол жақта ауа райы қандай квартира алған дұрыс, негізі алдын ала ақылдасып барған, көп нәрсені
шешеді екен ше, көп нәрсені жеңілдетеді екен. Бізде басында мысалы одан да қазір қарап отырсақ одан да жақсырақ, одан да арзанырақ деген сияқты нелер опшн варианттар болған екен да, біз оны білмедік та. Вот соның басында негізі солардың бәрін тәптіштеп жоспарлап бару керек екен. Әлемдік топ 5 CVS-та жұмыс істедің. Оларға осы қазақ қызының резюмесі қалай жетті және қалай орналастың ол жұмысқа? Біз Және олар дипломға қарай ма, біздің осы қазақтардың әлде басқа критерийлермен ала ма? Жұмысқа кірген кезде бірінші негізі былай көбіне LinkedIn-нан тапсырып жатады, иә, резюмелерді. Сонымен қатар компанияның официальный сайтынан тапсырғанда өте пайдалы. Себебі олар сол жақтан өздері прямой жинап алады. И резюмеге қатысты ATS дейтін система бар. Сразу резюмені чек жасайды, тексереді. Өте ма, и резюмеде жаңа keywords деп айтады, кілт сөздерді қосу керек. Резюме, мысалы, requirements болды, жұмысқа қатысты. Сол қандай требование бар, сол жақта келетін кілт сөздер сенің резюмеңде болса, ол автоматически жаңа отбордан өтеді. Бірінші отборды компьютер жасайды. Вот осы білімді жинақтадың, солай тапсыруға шешіп тапсырдың, иә? Қай кезде, мысалға, сен 1000-ға жуық тапсырдым деп жатырсың, иә? Солардың типа соңғысы болды ма, ол қалай болды, процесспен, ішкі кухнясымен бөліссең? Процесс өте ұзақ болады, ол жақ жұмысқа тұру. Мысалы, мен сентябрьде бастадым жұмысқа тапсырып, и фон интервью, жаңағы HR-мен бірінші звонок, ол неде болды? Январда бірақ болды. Получается, соны 3-4 ай кетеді. Ең просто сенің резюмең өту үшін. Резюмең өткен соң арай кішкене тезірек болады, 2 айда бітуі мүмкін. Жалпы, мысалы, сентябрьде тапсырғаннан и жұмыс мартта басталды, получается. Сондай жұмысқа тапсырудан қорықпау керек, просто тапсыра беру. И әртүрлі жұмыстар болады негізі. Біреулер, мысалы, сеньор позицияға көбірек қабылдайды. Сонда компанияның қажеттілігіне байланысты. Кейбір компанияларда, мысалы, тек қана джуниорларды жинайтын, жаңа жас мамандарды универдің early graduates дейтін позициялар болады. Соларға көбірек жинайтын кезеңдері болады. Сол кезеңге үлгеріп қалу керек. Мысалы, мамырда көп студент бітіреді ғой, соны алдында, мысалы, 3-4 ай бұрын сондай әртүрлі нелер болады, позицияның түрлері болады да, сол тип бойынша тапсырып үлгерген жақсы. И қорықпау керек. Мысалы, бізде Теслада, жаңа метада істеп жатқан қанша көп қазақтар бар, иә? И соларға қарап мотивация алып, вот мен де тапсырсам түсем-ау деген не болды ғой, иә, үміт болды ғой. Иә, мүмкіндік бар екенін сол көріп, сол тапсыра беру керек. И былай, мысалы, айтып жатқан, не үшін айтып жатырмын, дипломға мән бере ма деп ше? Қазақстанда таныс арқылы деген не бар ғой. Ол жақта қалай, мысалға, сен өткен подкастта есімде, мен орта арқылы, нетворкинг арқылы таптым жұмысты да тапсыра аламау дегенді, сол арқылы қалыптастырдым өзімде дегенді. Мысалы, негізі CVS Health компаниясы туралы қысқаша айтып кететін болсақ, ол жақта былай таныспен кіру дейтін қатты жоқ, бірақ реферал система бар. CVS негізі Fortune 4-ке кіреді, ал Global Fortune бойынша ол топ 10-ға кіретін компания. Мысалы, Apple, Google деп айтамыз ғой, солардан да несі, жылдық обороты олардан көбірек. Мысалы, жылдық таза табысы $320 миллиард дейін барады. Мен, мысалы, сол жақта электрондық коммерция бөлімінде аналитикасымен айналыстым. Өте үлкен, өте көп ақпарат, оның бәрін, мысалы, реттеу керек, статистикасын көп жасайды. Енді, если не секрет, бәріне қызық негізі. Жалақы, жұмыс график, сол жерде қалай болды деген. Қалай жұмыс істедің, например, қандай графикпен? Негізі интервьюді айтса, интервьюда salary negotiation. Salary negotiation жасау керек негізі. Мысалы, жаңа 5 этап болды жұмысқа кірмес бұрын, иә? Жұмысқа кірдік, мысалы, 5-ші этап, одан кейінгі жаңа salary negotiation дейтін бөлік болады. Саған оффер берген кезде бір айлықты айтады. И ол айлықты бірден қабылдай салмау керек. И ол айлықты көтеру мүмкін болмаса, негізі, мысалы, benefits дейді ғой, социальный пакетті көтеруге тырысу керек. Жаңағы демалыс күнін көбейту или тағы да, мысалы, медицинское страхование жақсарту деген сияқты. Я помню, сен бір
кездескенімізде айтқансың, негізі біздегі студенттердің арасында жылдық табыс осындай болса көңіл толады, бірақ мен тұрған компанияның табысы қанша дедің? Иә, ол компания айлық алғаны ма? Иә, мысалы? вот сен соған да күшті болды Мгм. дедің да, Иә. өйткені басқа қазақтарда басқа қазақ емес, в целом ортадағылардың жылдық табыстары осылай тұрды. Енді если не секрет қазір айтады. Бірақ Мен менің қорықтым ол табысым негізі. одан жоғары болғаннан кейін мен ана интервью кезінде де қатты былай одан көп күткен жоқпын. Вот Иә. соған риза болып Біз білмедік келіскенбіз. негізі ондай процесс бар. Негізі ол жұмысқа көп кіре берген сайын келетін скилл ғой негізі. Корпоративтік Америкада өмір сүргеннен кейін ол жақта ол как сен софт скиллстардың біреуі болады да, тек қана презентация жасап сөйлесу емес. Былай негізі айлық бәріне қызық болса айтайын онда. Негізі жылдық айлығы примерно $110,000 болды. Оны былай есептесе айына налогсыз қолға примерно $6-7,000 түседі ғой. Ол мен құртым негізі салary негation жасайтын кезде немен Google Meetпен сөйлесіп жатыр ғой жаңағы немен ше. Сол кезде Иә, сіздің көмегіңіз күшті болған. Иә, Қай сөйлесіп жерде жатыр. өтті ол интервью? Ол Шымкент қаласында. Біз Астанада жүрдік, болашаққа документ тапсырып, біз келдік, ойбай болды, жұмысқа тұрамыз, іздейміз деп қазақстанда. Сосын ар жақтан уже тапсырып болғаннан кейін CVS хабарласады ғой. Бүгін интервью болады, келесіздер ме дейді. Ойбай, хорошо, келеміз дейміз. Сосын Шымкентке сразу билет аламыз. Жаңағы мен күшті нелерді дайындаймын, в общем, интернет бәрі мощный болу керек, бір арнайы жалдаймын. Жаңағы нені, помещение қазір көп қой, смарт не коворкинг центрлер, иә. Сөйтіп интернет бәрін дайындап қоямыз. 3 сағат алады, сосын одан өтеді, одан кейін жаңағы келесі күні не болады? Түнде біз ұйықтап жатырмыз. Звонок келеді, ана телефонда қосып қойғанбыз. Біз оны көрмегенбіз. Көрмедік көз. Біріншісін көрмедік. Екіншісіне қайтып звондап сөйлесеміз. Немен FaceTimeмен ба, әйтеуір немен Google Meet па, есімде жоқ. Сөйлесіп отқан кезде жаңағы salary айтады ғой, жаңағы мынанша 110,000 salary дейді жылдығы. Сосын микрофонда өшеді. Маған айтады, келісейін ба дейді. Келісе бер деймін. Главное, Америкаға қайтып бару керек болып тұр ма? Иә. Сосын айтады да, біз негізі оны ақшасына қарап тұрған жоқпыз ғой. Жаңағы IT компания жұмыс істеп көрсек, тәжірибесін алып, мысалы мен Қазақстанда Киселда жұмыс істеп көрдім, дата сайентист болып. И ол опыт өте пайдалы болды да. И одан ары қарай мысалы қалай дамуға болады, мысалы неге шетелдік компания істеп көрмеске деген сияқты ой болды да. И қазір сол кезде бізге CVS не ұсынса да біз алуға дайын болып тұрдық қой, мысалы негізі. Иә. Өсуге дайын болды. Иә, главное профессиональный өсу болса болды деген сияқты. Және вот сол жұмыс кезінде мысалы екі балалардың сол жақта дүниеге келді. Жұмыс кезінде де балаларыңыз болды ғой енді. Қалай ол графиктар жөнін дұрыстай алдыңыздар? Балалар садикке барды ма? Одан кейін мысалы роды қалай өтті? Ауруханалардың жағдайы қалай Америкадағы? Балаларды садикке бермесем болмайды ол жақта, өйткені жұмыста боласын, уже оған қарап отыратын адам керек. Әке-шешеміз кейіннен келді да, біз жұмысты бастап кеттік. Сосын енді ол жақта біздің балаларымыз әлі кішкентай болды. Ал неге тегін садикке очередьке тұру керек болды. Ал жаңағы платный садик беру керек болды. Ол айына минимум $1,500-нан басталады. И 2,5 сонда среднем $2,000. Амал жоқ, соған $2,000 садикке беріп жүрдік ай сайын. Енді Қазақстанда мысалы қарап тұрсаң, бізде Шымкент өңірде 30,000 теңге болатын болса, қанша? $50 болатын болса, Астанада $100, допустим. Максимум $100 деп қосады. Ал Америкада ол жақта $2,000 әшейін. $100 садик Қазақстанда да жоқ ау деймін. Иә. Ол жақта енді слишком қымбат. Өйткені бірақ енді качествосына соған сай. Жағдай сай. Группада бізде Қазақстанда 20 балаға дейін болатын болса, ол жақта 6 бала. Максимум 9 баланы қосады. Үйто 9 бала болатын болса, 2 тәрбиеші болады. Сондай плюстары болады да. Үйто біз бергенімізге бір жағынан қуандық, өйткені біз үйде қазақша, ағылшынша сөйлесеміз, көбінесе қазақша сөйлесеміз. А бала ол жақта садикке барған кезде, тілі шығып жатқан кезде ағылшынша шықты да, тілі ағылшынша шықты. Басында бізге ағылшынша сөйлесетін тұғын. Сосын қазір енді Қазақстан қайтып келдік, ол кезде қайттан қазақ тілі басымырақ. Бірақ сонда да біз үйде мультик қосып қоямыз. Үйде ағылшынша өлең айтамыз, ағылшынша сөйлесеміз, сол чтобы сол нені сақтап қалу үшін. Күшті. И мысалы жаңа больницасына қатысты өте жағдай жақсы жасалған. Бір наверное плюстардың бірі, біз енді
Қазақстанда былай көп өмір сүрмедік қой, үйленгенге дейін да, үйленгеннен кейін бір 4 ай өмір сүрдік, одан кейін оқуға кеттік. Отбасылық өмір туралы Иә, айтасың отбасылық и байкент толған кезде бізде былай қатты мысалы чередаға шомылдыру керек или там массаж жасау керек дейтін ондай нәрсе ештеңе істемедік. И бесік дейтін білмедік біз не істеу керек екенін. И негізі жаңадан ата ана болған негізі оңай болмады. Біз ата әжеміз болса екен дейтін негізі кішкене ой болды қасымызда. Көмектесетін не керек мысалы да бесікке қалай жатқызу керек деген сияқты. Мысалы бесік болмады, бірақ әйтеуір нормально өсіп шықты әйтеуір. жұмыс кезде баламен қиын болмау ма? Мысалы жұмыс ол по графику прям Иә, қаншада? 9-5-ке дейін Тоғызда? болады. Иә. 9-дан 5-ке дейін. Оның арасында бала қарау дегенге вообще уақыт болмай ма? Бола ма? Біз садикке прям 8-ден 6-ға дейін болды басында полный день. И бізде жұмыс 9-дан 5-ке дейін болады. Мысалы ол жақта бір жақсы несі обедке деп тағы бір сағат қосылып кетпейді. Мысалы жұмыс істеп жүрген адам компания үшін істеп жатқандықтан жұмыс уақытында 20-30 минут бөлуге болады деген сияқты ой бар. Сондықтан соны бізге қоссақ болады деп ойлаймын. Негізі күндізгі уақытта біз мысалы жұмыс аймағында или қасында обедке мысалы 1 сағат бөлінеді ғой, обедке бару керек болады. Негізі соны жұмыс берушілердің өзі ұйымдастырса деп ойлаймыз да. Негізі жаңағы төленетін 8 сағаттың ішіне қосып әйтеуір мысалы жұмыскерге забота сияқты ғой, сол сияқты бір жарты сағатын бөліп демалысына, тамағына деген сияқты. Соны да қосу керек деп ойлаймын. Корпоративтік неде жұмыс істеу не берді саған? Корпоративте жұмыс істеген кезде негізі ойдың кішкене бір кеңдігін дей ма қалай, көбіне блоктарымыз шешіле бастаған сияқты. Жаңағы басында былай финансовый блоктар болды, мысалы ана болмайтын сияқты, ол мысалы керек жоқ деген сияқты. Сондай көп нәрсе жасау керек и жасауға мүмкіндік бар. Біз Қазақстанға келген кезде біздің береріміз көп болу керек. И ол жақта мысалы 40-тағы 50-дегі мысалы жаңа вайс-президент кейбір менеджерлер болады ғой, олардың өзі курс оқуды тоқтатпайды деген сияқты. И жаңағы сотрудниктердің білім алуы всегда приоритетте тұрады. Даже мысалы пятница күні түстен кейін бос уақыт беріледі, вот сотрудник өзі дамысын деген сияқты. Курстардың бәрі мысалы төленеді, жаңа GCP-дің, AWS-дің мықты сертификат берілетін курстарына полный не беріледі, полное финансирование береді, и солар сен оқып дами аласың. И оқып жатқан кезде төленеді. Иә, оқып жатқан кезде төленеді мысалы. И жаңа корпорация жұмыс істеген кезде олардың бизнес жүргізу үлгісін бізге көшірсек, мысалы работникті партнер ретінде көру, жұмысшыны тек қана мысалы задачаны орындап береді, ол мен сондай бір ісімді бітіріп жатыр деген андай қолданушылық ойда емес, потребительский мышление емес, не қылып қараса ол біздің партнеріміз, біз ортақ мақсатта жұмыс істеп жатырмыз. Осы соның барлығын олар қолданады. Иә, мақсатты дамыту қай кезде мысалы? Иә, мысалы жұмысқа алатын кезде де сені былай андай тек қана жұмысшы ретінде емес, сен қандай нені енгізе аласың, сен қандай өзгеріс алып келе аласың. Жаңа diversity деп айтады ғой. Негізі біздің мысалы Азиядан келген адамдар ретінде біз кейбір істерді шешуде ойлану стиліміз оларға қызық. Мысалы на проектке қандай үлес қоса алады, сондай партнер ретінде қарайды. И біз соны Қазақстанға енгізсек өте жақсы болады деп ойлаймын. Және сол жақта оқыған кезде сізде не өзгерді? Және ол жаққа дайындық этаптарында неге мән беріп, қандай қателіктерді жіберіп алмау керек? Енді магистратураны салыстырайық. Жаңа магистратураны оқып келдік қой. Қазақстанда магистратура негізі магистратураға түсесің, жаңағы өзің КТА сияқты тестін тапсырасың магистратураға арналған, сол бойынша университетке түскен кезде жаңағы саған мына пәндерді оқисың дейді. Максимум сол уақыттарын нелер таңдайсың, сол бір curriculum беріледі ғой, учебный план, сол бойынша жүресің ғой. Америкада негізі түсердің алдын мотивацион письмо жазу керек. Ол не үшін? Өте маңызды. Өйткені университет сен үшін лайықты ма, ал сен университет үшін лайықты ма, соны осы жерде адам өз өзін қалай сата алу керек сонда? Матчинг болу керек та. Оны білу үшін комментарийға жазыңыздар деп па. Матчинг болу керек. Не үшін? Себебі университеттің бағыты академический ма, университеттің бағыты практикалық бағытқа арналған ба, соны түсініп алу керек. Университеттің мақсаты қандай, видениесі қандай, оның бәрін зерттеп отырып,
өзіңнің и студенттің тапсырушы аппликанттың өзінің мақсатын біліп алу керек та, мақсатын анық қойып алу керек. Солай барып бір-бірін ұштастырып сол университетке түседі. Университетке түсетін кезде ол пәнді өзі таңдайды. Не үшін? Өйткені әр қайсының өзінің мақсаты болады. Мысалы бакалавр оқыды, жұмысқа тұрып жүрген кезде бір проблема жолықты. Енді сол проблеманы шешу үшін бір жоспар құрады. Ал сол жоспарға жету үшін университет не бере алады? Ал ол университетке не бере алады? Вот сондай мэтчингті құрастыру керек. Ол үлкен систематичный жасалынатын план. Одан бөлек енді сізге көптеген адамдар басында сопровождение сатамын деп емес, мысалы көп адам сізден кеңес алып бастады. Сұрады, солай көмектестіңіз, қаншама адамды мысалы шетелге түсіргендеріңізді білем. Одан кейін уже осылай дұрыс болады деген системамен сопровождение жасап жүргендеріңізді деп білем. Сол кезде неге мән бердіңіздер? Қазір көбісі білем, мен де мысалы шетелге дайындық үстіндемін и маған көптеген компаниялар тоже алдынан шықты да, и көбісі мысалы сопровождение жасап берем дейді да. Бізде мен сопровождение жасайтын кезде ақыл кеңесімді айтып отырамын, ал жасаушы студенттің өзі. Сол этапты не үшін ол маңызды? Өйткені егер мысалы агентствоға тапсырып қойып, ол үшін мотивационка жазады, ол үшін рекомендашка, бүкіл документтерін ол үшін тапсырып беретін болса, ол дайынға тап болған кезде, Америкаға барған кезде профессормен сөйлесуді білмейді, қарапайым колл-центрмен сөйлесуді білмейді, I-20 деген документтер болады. Қиналып қалады. Ол не мынау деп түсінбей қалады да. Басында мен де ойладым да, бәрі дайындап берсе күшті ғой, не сіздер бір айтып жатсыздар ғой, и уже андай мотивационныйды ізденіп жатырмын да, документтер жинап, өзім мысалы бұл кісілер қазір маған да сопровождение жасап жүр, и сол кезде андай өзім ізденіп тапқан кезде уже процесс түсініп бастадым, и андай ертең ол жаққа барған кезде қандай жүйемен уже сіз білесіз ғой ол жақтағы системаның қалай жұмыс жасайтынын, қалай іздену керек, уже соны сіз как будто маған бергендей болдыңыз да. Андай ертең мысалы элементарный олардың не қалап тұрғанын уже сіз түсіндіңіз ғой, оқыған кезде мысалы енді элементарный бір курстың өзін жабу үшін сен ана профессордың сен не сұрап тұрған, бағасын қалай қою керек екенін түсінесің. Шынымен де сол методика жақсы. Мысалы сопровождение беріп қойса, кейбір университет интервью алады қабылдау үшін. Ол интервьюда қалай жауап беру керегін білмеуі мүмкін. Ол өйткені университеттің интересін түсіне алмайды, и өзі не айту керек екенін түсіне алмайды. Сондай кезде қиыншылықтар болып қалады да. Чтобы ол өз барлық жол жүріп өтсе, бізде барлық нәрсе түсінікті болады. Сіздердің проект шынымен де ағылшыннан бастап болашақ шетелдік компанияға дейінгі дайын билет деп айтсақ та болады ғой. Осы тұста енді подкастымызды көріп отырған, сіздердің өмірлеріңізге қызығып жүрген адамдарға бір сіздерден сыйлық болса, не бере аласыздар? Не берейік? Жаңа консультация берсек болады, иә? 3 адамға консультация берейік. Тегін консультация. Тегін консультация бере алады. Ол үшін шарттары қалай болсын? Өзіңіз айтып беріңіз, қандай шарт? Ендеше достар, сіздерден қолдау күтеміз, және де комментарий жазыңыздар. Сол комментарийдің ішіндегі ең ерекше деген комментарийларды таңдап 3 адамды консультация тегін бере алады. Бұл кісілердің полностью 1 сағаттық консультациясын ала аласыздар. Біздің подкасттың ары қарай дамуына сіздерден үлкен көмек керек. Қолдап, әрқашан бізге лайк қойыңыздар, астыға комментарий жазыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Өйткені бұл подкасттың да ниеті қазақтың әр жастары болсын, барлық адамдарына шетелге мүмкіндік ашу, одан бөлек шетелдік жетістікке жеткен адамдардың өмірімен бөлісіп, сіздерге кішкентай болса да мотивация беру. Сау болыңыздар. Аман болыңыздар.